Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып кірістірілген циклдар тақырыбын өтетін боламыз. Кірістірілген цикл дегеніміз бірінің ішіне екіншісін кірістіріп пайдаланған бірнеше қарапайым циклдер. Кірістірілген циклдерде ішкі цикл сыртқысына толық енуі керек. Мысалы, өлшемі 5-5 көбейту кестесін құру. Ол үшін Python программасын ашасыздар. Мынау оқулықта көрсеткендей for in range 1-ден 5-ке дейін, яғни 6-ны қойсаңыздар 5-ке дейін орындайды. Және for in range және EG деп бұл жерде екі өлшемді кесте беріліп тұр. Print EG-ді көбейтеміз. T дегеніміз табуляция деген мағынаны білдіреді. Яғни арасын біркелкі қою. Мынау көрсеткендей, мына жерде барлығы табуляция қойылған, нәтижесі көрсетіліп тұр. Сыртқы цикл 1 рет орындалғанда, ішкі цикл 5 рет орындалады. Кірістірілген циклдерді қолдануда жиі кездесетін қателер. Ішкі және сыртқы цикл параметрлеріне бірдей айнымалы жазу, операторларды орналастыруда бос орындарының санынан қателесуден, оператор немесе өрнектердің циклге енбей қалу жағдайы, цикл параметрлеріне нақты сандарды қолдану. Оқулықтан бірінші тапсырманы орындаймыз. 86-ші бет. n тең 5. Бұл жерде кірістірілген циклдер көмегімен деректерді n тең 5 жағдайы үшін тіктөртбұрыш түрінде экранға шығар. Тапсырманы орындауда шарт тексеру операторымен циклдерді кірістіріп пайдаланған тиімді. Бұл жерде 5 тапсырма беріліп тұр, осыны қалай жасау керек екенін тәжірибе жүзінде көрсететін боламын. Цикл мына жерде for in range n көлденең цикл, яғни ішкі цикл болады. For g in range цикл тігінен, сыртқы цикл. Егер i-ді бөлгенде 2-ге қалдық 1 болса, i-ді алғанда көлденең цикл, мына жерде i-ді алған кезде көлденең цикл болады. Мына жерде i-ді 2-ге бөлгендегі қалдық 1 болатын болса, мінекей көлденең цикл бірлер былай түседі, нөлдер және. Ал егер i-дің орнына біз g-ді таңдап алатын болсақ, g-ді алғандағы тігінен түсетін болады. Біз i-ді алғанда мына жерде көлденеңнен түсіп тұр. Көрініп тұрғандай, мына жерде тігінен түсіп тұр. Тәжірибеде көрсетіп берейін сіздерге. Оқулықтағын ран басқан кезде мінекей мына жерде ран батырмасын басамыз. Мінекей бізге табуляция арқылы бөліп беріп отыр. Егер мына жерден табуляцияны алып тастайтын болсам, жауабын көрсетейін. Ран. Және бізде дәл осылай етіп шығарып береді. Табуляцияның пайдасы қатармен көрсетіп береді. /t. Ран. Табуляциясыз қолданғанда мына нәтиже шықты. Табуляцияны қолданған кезде мінекей аралары осындай біркелкі жазылып шықты. Енді бұл жерде көбейту кестесі шығып отыр. Мына жерге, мысалы үшін 11-ге дейін алсаңыздар болады. Яғни мына жерді 11-ге дейін алып көрейін. Ран. Мінекей, бізде бұл көбейту кестесі шықты. Сыймағандықтан осылай көрініп тұр. Мінекей
1-ден 10-ға дейінгі көбейту кестесін шығарып отырмыз. Ал келесini көрсетейін. Түсіндірмелі жақша қойып қояйын. Программаның ішінде. Келесі оқулықтан бірінші тапсырманы орындайтын боламыз. Және жауабын шығарайын. Мінекей. Көрсетіп кеткенімдей тігінен шығып отыр. Егер мына жерге G-дің орнына I-ді қоятын болсақ, нәтижені көріңіздер. Мінекей. I-ді берсек, бұл жерде көлденеңнен шықты, ішкі цикл көлденеңнен. Ал сыртқы циклды берсек, тігінен шығады екен. Келесі есебімізді орындап көрсетейін. Алдын ала құрастырып дайындап қойдым сіздерге уақытты шектеу мақсатында. Бұл үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма 1, 2, 3, 4, 5 деген сандардың қатар шығуы. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі тапсырмаға көшейін. Түсіндірмелі жақшаны алып тастайын. Келесі тапсырмамыз run. Екі өлшемді кесте бұл жерде қолданылып тұр. N 5-ке тең, бұл жерде point range I және G беріліп тұр. Point range жақшаның ішіне N жазғаннан кейін міндетті түрде қос нүкте қойылады, ұмытып кетпеңіздер. Егер I мен G тең болса, дейді бұл жерде шарт қолданылып тұр, яғни тармақталған алгоритм. Мынау FO дегеніміз параметрлі циклдік алгоритм қайталану саны белгілі арифметикалық цикл болса, бұл арифметикалық. Бұл жерде if дегеніміз тармақталған алгоритмге жатады. Егер шарт қолданылып тұр, егер i'міз G-ға тең болса, дейді, print 1 шығарып бер дейді. Әйтпесе, print 0 шығар дейді. Бұл жерде табуляция арқылы бөліп отыр. Run батырмасын басамыз. Мінекей, бұл жерде жаңа горизонтальный, вертикальный деп айтылатын еді. Бұларды шығарып отырмыз. Мінекей. Мына жерге біз қазір 1-ді беріп отырмыз. Егер бұл жерге 0-ді қойып, мына жерге 1-ді беретін болсақ, мінекей бізде 0-дер шықты тігінен. Диагоналынан. Мына жерде 1-дер шықты. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабағымда күтіңіздер.